Әкем айтқан сол бір әңгіме мен өзім куә болған мына бір оқиға қанша жылдар өтсе де ойымнан кетпестей орнығып қалды, деді марқұм нағашым. Менің тылсым жайлар туралы білгім келген ниетімді аңғарғаннан кейін. Алдымен әкемнің түсіне алмай кеткен әңгімесін айтайын. Әкемнің әкесі, яғни менің атам Абралы өңірінің бір түкперіне жайлауға шыққан екен. Күнделікті қойларын өріске шығарғанда қолындағы қысыр биесінде тұсап отқа қойып жүреді. Біраз күндерден кейін қойын шарбаққа қамаған соң атам биені алып қайтуға келген сайын оның жалының кәдімгі қыздың бұрымындай бірақ жуан етіп өліп қалатынын байқайды. Алғашқы 1-2 күнде мән бермеген адам әдеттегідей тағы да кешкісін биені ноқталап жатқанда жалының тағы да өріліп тұрған көреді. Бұл не жұмбақ? Күнде таңертең өрілген жалын тарқатып өріске жіберетін қасқыр биенің жалын өріп жүрген кім? Ауылдағы құрдастардың бірінің ісі дейін десе, ен далада отырған жалғыз үй. Тіпті көрші қоныстанғандай ешкім жоқ. Жақын маңайды қоныс еткен малшылар жоқтығы да белгілі. Атам не болса да алыстан бақылып отыруға бел байлады. Отар қойды түс ауа шарбағына қамағаннан кейін атына мініп сақтана жүріп отырып биенің өрісіне беттейді. Міне қызық, бие күндегі жерінен ұзап елеусіз тұрған ескі бетке барып қалыпты. Ал атам биенің жалына қарағанда көзі шарасынан шығады. Көк шапан киген кіп-кішкентай ақ сақалды әлдебір шал жылқының мойнына қонақтап алып жалын өруге кірісіп кетіпті. Күтпеген көріністің әсерінен өз-өзін булығып қалған атамның дыбысы шығаруға да бата алмай, қанша тұрары белгісіз еді, астыңғы ауыздықты кере алмай ұмтылып кісінеп жібермегенде. Сол-ақ екен, биенің жалына қонақтап күнделікті жұмысын атқарып жатқан әлгі шал көз ілеспес жылдамдықпен биенің мойнынан сырғып түсіп ескі бейіттің ішіне еніп ғайып болады. Биенің тұсауын шешпестен секірте айдап қораның алдына келген адам жалын жартылай өліп қалған көреді. Сол күннен бастап атам биенің өрісін ауыстырып, әлгі төңірекке мал жаюын саптайған екен. Бірақ ескі бейіттің ішінен шыққан сол бір кішкентай шалдың жұмбағын біле алмай, білуге де жүрегі дауаламай әкеме ғана айтып өмірден өтті. Ал өзім басымнан кешкен оқиғаның жайына келейін. Ол кезде мектептің жоғары сыныбында оқитынмын. Қайнардағы ескі үйде тұратынбыз. Әжемнің бейуақытта ұйықтамаңдар, бұл үйдің иесі бар дегені ара-тұра естіп жүрген мән бермейтінмін. Түс ауа сабақтан келген соң, мал жайғап қора жайды ретке келтірген соң, не екен білмеймін, қарттан қарап мені ұйқы қысты. Төсекке шалқамнан жатқан күйі көзім ілініп кеткен екен. Әлдекімнің қарап тұрған сезгендей селк етіп оянып кеттім. Көзімді ашқаным сол, тұтығып сөйлей алмай қалдым. Тізем бүгулі қалған екен. Қара костюм шалбар, ақ көйлек киіп галстук таққан әлдебір адам тіземе арқасын сүйеп, кеудеме салмақ салып жайбарақат қарап отыр. Жүрегім өрекпіп аузыма тығылды. Сенсең де, сенбесең де сол жұмбақ адам менің оянып кеткенім сезіме көз алдымнан жоқ болып кетті. Не дыбысым шықпай, не орнымнан тұра алмай, есімді жия алмай бір сағат жаттым. Елестейін десем, сырттай киінген ер адамның кеудемнің үстінде отырғаны анық. Елестеместейін десем, оның дем арасында қайдағы кетіп қалғаны түсініксіз. Мен сол күннен бастап бейуақытта ұйықтауды доғардым. Бірақ көргенімді ескіден кешкенше ешкімге де айтпадым. Айтқан күнде де үйдегілер бейуақытта ұйықтаған деп өзімді кінәлар еді. Осыдан көп уақыт бұрын айтқан нағашым Сейітқалидан марқұм естіген осы бір оқиғалар мен үшін де шешуілі қиын жұмбақ болып қалды. Шынында да ескі бейіттен шыққан әлгі шал кім? Адам дейін десе, оның шамадан тыс кішкентай болуы қалай? Биенің жалын өруі ермек пе, не әдет? Егер нағаш атамыз жүрегі дауалап бейіт ішіне кірсе, ол шалды ұстап алуға болар ма еді? Дегенде қызық ой келеді. Ал бейуақытта еуропаша киімде нағашымның үстіне отырған жұмбақ адам кім? Жұмбақ үстіне жұмбақ. Сәтжан Қасымжанов.